Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде бөлшектер пысықтау 114 сабақ. Бірінші тапсырма. Табиғатта су қай жерлерде болатын туралы мәліметтерге сандық мәліметтерден теңсіздік құрамыз. Мұздықтар, өзендер, көлдер, топырақ, ылғал, атмосферадағы су деген нелер бар? Неке балалар, мынау бірінші есептің жауабы. Бұл жерде барлығын салыстыруға болады бірнемен. Мен сендерге тек мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Бірінші есепті түсіндіңдер ме? Бірінші есепті түсінсеңдер, екінші есепке көшеміз. Бөлшектерді салыстырамыз. 15-те 2 көп пе, әлде 15-те 4 көп пе? Әрине 15-те 4 көп. Неке балалар, мынау екінші есептің жауабы. Бұл жерде барлығын салыстырамыз. Бөлшектер мен бөлшектерді салыстыру өте оңай. Үшінші есеп. Суреттер бойынша аралас сандарды жаз. Неке астында 8-і боялған. Ол деген барлығы боялғандықтан 1 деп қойдық. Екіншісінде 8-де 2 боялған. Сондықтан да 8-де 2 деп қоямыз. Екеуін қосып теңін жазамыз. Әсінде 3 үшбұрыш берілген. Бұл жерде 6 неден, сондықтан да екеуі боялған барлығы. Сондықтан да оған 1 деп қойдық. 1 деп қойдық. Үшіншісінде 3 ғана боялған. 6-да 3 деп қойдық. Теңі дәл осындай болады. Аралас сыз шығады. Төртінші есепте есептеу, бөлшектерді қосып есептейміз. Бұл өте оңай, сендер тек көшіріп қана қоймай, түсініп көшіреміз балалар, жарай ма? Неке бесінші есеп, есептер теңге құрып шығарамыз. Асы арақашықтығы 660 км болатын теңіз жағасында 2 қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта 2 машина жолға шықты. Олар 4 сағаттан кейін кездесті. Біреуінің жылдамдығы 900 км сағатына, екінші машиненің жылдамдығы қандай? Екінші машиненің жылдамдығын тапқанда теңдеу ретінде тауып шығарамыз. Неке балалар, мынау асы 5-ші есептің. Осыны көшіреміз, ал әсін өздерің шығарыңдар. 5-ші есептің әсін өздерің шығарыңдар. 6-ші есепке көшеміз. 6-ші есепте дәл осындай 4-ші есеп секілді. Мен сендерге 4-ші есепте айтып кеткендей, тек көшірмей, барлығын түсініп көшіретін боламыз. 7-ші есепке көшеміз. Әлемнің түрлі аймақтарында жыл жауын-шашынның түсуіне графикке қара. Сен тұратын аймақтарда жауын-шашын мөлшері қайсысына ұқсайды дейді. Балаларына жерде асы, әсі, бысы бар. Осы жерде сендер біреуін таңдайсыңдар, асын таңдайсыңдар, немесе әсін, немесе бысын таңдайсыңдар. Неге? Мына жерде график берілген. Осы бойынша графиктің суретін салып, асы ма, әсі ме, бысы ма, соларды жазып шығамыз. 8-ші есепке көштік. Тапсырманы орында. Бөлшектердің қосындысын тап. Суретті дәптеріңе сал. Алдыңғы бөліктерді боя. Мына жерде бөліктер берілген, бөлшектер. Мына жерде 16 текше бар, 16-ның 8-ін ғана бояйсыңдар дәл осылай. Екіншісінде де 16 текше, 3-ін бояйсыңдар, екіншісінде де 2-ін бояйсыңдар, үшіншісінде 2-ін бояйсыңдар. Дәл осылай асы, басы деп жазамыз. 9-ші есеп. Кестені пайдаланып, есепті шығарып көр. Әкесі 35 жаста, ал баласы Арман 10 жаста. Неше жылдан кейін әкесінің жасы Арманнан 2 есе үлкен болады. Мына жерде кесте берілген. Қазір әкесі 35-те, 1 жылдан кейін 40-қа, одан кейін 45, 50 болады. Ал Арман 15-те қалып қалса, әкесі 50-де болса, ол 2 есе үлкен болады әкесі Арманнан. Бірақ әкесі 50-де болғанда, Арман 25-те болады. Өйткені ол да жылдан жылға өсе береді. Әкесі 35-те 40-қа өскенде ол да өседі. Дәл солай екеуінде, бірақ 2 есе үлкен бола алады. 15 жасында ғана 2 есе үлкен болады. Ал негізінде 2 есе үлкен бола алмайды, өйткені ол 25-ке толып кетеді. Әкесі 50-ге толған.